Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен батыл түйе ертегісін оқитын боламыз. Баяғы заманда бір адамның есегі мен түйесі болыпты. Есек пен түйе дос екен. Бірде адам түйені базарға апарып сатамын. Түйенің орнына жылқы сатып аламын деп ойлайды екен. Түйені сатамын, орнына жүйрік жылқы сатып аламын, оны жарысқа қосамын. Шіркін, ол бірінші болып келсе бәйге аламын. Қандай қуанар едім, жылқыға мініп, қалаған жеріме тез барып қалар едім, деп дауыстап армандайды ол. Иесінің бұл сөзін қорадағы есек пен түйе естиді. Адам мені сатып жылқы аламын дейді, енді не істеймін, деп жылайды түйе. Жылама, екеуміз доспыз ғой. Мен сені тастамаймын, адам жаяу жүрмейді. Ертең базарға мені мініп баратын шығар, деді есек. Таң атады, адам түйені қорадан шығарады. Есек түйенің соңынан ереді. Сенің де барған келді ме? Жақсы, жүр онда. Жаяу жүрмей саған мініп барайын деп, адам есекке отырады. Есек пен түйе қуанады. Базарға мен де барамын деп айттым ғой саған, деді есек түйеге көзін қысып. Базар қашық еді, оған бару үшін орманның ішімен өту керек. Адам, түйе, есек үшеуі жүріп келеді, бір уақытта күн батады. Түн болады, енді ұйықтау керек. Адам жататын жақсы жер іздейді. Сөйтіп бір ағаштың қасына келеді. Түйе мен есекті сол ағашқа байлайды. Өзі ағаштың жанындағы шөпке жатып ұйықтайды екен. Түн ортасы болады. Жақын жерде бір қасқыр жүр екен. У-у-у деп ұлиды қасқыр. Адам қатты қорқады, орнынан атып тұрады. Есек те қасқырдан қорқады екен. Ол адамның артына тығылады. Түйе ғана қасқырдан қорықпайды, ол орнынан тұрмайды, жата береді. Бір кезде үшеуі жатқан жерге қасқыр келеді. Ол адамға қарай жүгіреді. Сонда ғана түйе орнынан атып тұрады. Адамды қорғап, қасқырдың алдына тұра қалады. Бойы биік, үлкен түйені көрген қасқыр тоқтай қалады. Қой, мен мына түйені жеңе алмаспын, өзі де қорықпайды екен. Тамақты басқа жерден іздейін деп ойлайды да кетіп қалады. Адам түйенің көмегімен қасқырдан аман құтылады. Түйенің батылдығына иесі риза болады. Жоқ, сені сатпаймын түйешім. Себебі сен мені қасқырдан құтқардың. Әне, есекті көрдің бе? Қасқырдан қатты қорқады екен. Қашып кете де алмады, артыма тығылды. Жылқы да сенсе бола алмайды-ау. Есек сияқты қасқырдан қорқып қашып кетер. Ал сен түйе қашпадың. Тығылған да жоқсың. Керісінше мені құтқардың. Сол үшін базарға барған соң сені емес, мына есекті сатамын деп түйенің ұзын мойнынан құшақтайды. Есек адамның айтқан сөздерін естиді. Мені сатып жібереді деп қорқады. Менің қасқырға әлім келмейді, сондықтан түйеге кедергі болмайын деп сіздің артыңызға барып тұрдым. Түйе болса күшті әрі үлкен, бойы да биік, оның сізді құтқаратын білдім. Сіз аман қалса екен деп тіледім. Рас, мен түйе де батыл емеспін, бірақ өзіңізді әрқашан қалаған жеріңізге апарамын ғой, ауыр жүктерді де тасимын. Сізге қандай жаманшылық жасадым, қалайша мені оп-оңай сатып жібересіз, деді есек. Есектің тауып айтқан сөздері адамға ұнайды. Ол енді есекті де сатпайтын болады. Енді үшеуі базарға бармай үйлеріне қайтады. Жақсы балалар, осымен ертегі аяқталды. Сау болыңыздар. Оқыған Нұрболатқызы Ақерке.